Hello, how is it going? Welcome to my course. I'm your English teacher, Shnaray. My name is Shnaray and this is my first lesson. Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Менің авторлық курсыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің ағылшын тілі мұғалімі Шнараймын. Бүгінгі бізде бірінші сабағымызды бастайық. Мен сіздерге түсінікті болу үшін қазақ тілінде және тілдеріңіз жаттығу үшін ағылшын тілінде сөйлейтін боламын. Today is our new first theme, the English alphabet. The English alphabet деген яғни ең бірінші біздің бастайтын үйренетін сабағымыз ол ағылшын тілінің алфавиті екен. Яғни ағылшын тілінде 26 әріп бар, 26 letters, 5 vowels and 21 consonants. Яғни 5 vowels деген ол дауысты дыбыстар. Ал 21-і бізде дауыссыз дыбыстар. Яғни 5-еуі дауысты дыбыс болса, 21-і яғни дауыссыз дыбыстарға жатады. Ендеше ең бірінші біз 26 әріптің айтылу жолдарын жаттап алайық. Яғни айтылу жолдары басқа, бізде дыбысталуы басқа, және кейбір сөздерде әріптердің оқылуы мүлдем бөлек. Сол үшін ең бірінші біз әріптердің айтылуын білуіміз қажет. Мысалға, сізге J әріпін жаз дегенде ойланып қалуыңыз мүмкін. Қандай әріп ол J деген сияқты. Сол үшін бізге әріптердің айтылуы мен және де оның дыбысталуы өте маңызды. Әріптердің айтылуы басқа, дыбысталуы мүлдем басқа кейбір әріптерде. Ендеше ең бірінші 26 әріпті түгелімен айтып қайталап шығайық. Бірінші бізде A әріпі, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Бұл бізде 26 әріптің айтылуы, яғни айтылу жолдарын бірінші біз жаттап алуымыз қажет. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде 6 дауысты дыбыс берілген, яғни Y әріпі бізде ескеретін дауысты және дауыссыз дыбыстарға жатады. Сондықтан да бұл жерде 6-ауы қызылмен белгіленіп тұр. Ең негізгісі 5 дауысты дыбыс, яғни A әріпі, I әріпі, және де I әріпі, O және де U әріптері, сонымен қатар Y әріпі де кейде дауысты дыбысқа жатады. Енді әр әріпке тоқталып, әр әріптің оқылуы, яғни дыбысталуын сөздерде қалай оқылатынын үйренейік. Бірінші бізде A әріпі, бұл жерде alligator деп оқылады, яғни A деген дыбысты беріп тұр. Ал мысалға apple дейтін болсақ, деген дыбысты береді. Яғни әр сөзде негізі әріпі әртүрлі оқылады. Ол сөздердің өзінің транскрипциясына байланысты. Келесі бізде B әріпі B деген дыбысты береді. Яғни беретін дыбысы B, әріптің атауы B. Бұл жерде қазақ тіліндегі B сияқты бол, яғни доп. Келесі бізде C әріпі К деген дыбысты береді, яғни cat деп оқылады. Енді бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін. Не үшін К болып оқылады? Не үшін кейбір сөздер С болып оқылады? Бұл жерде бізде бір ереже бар. Осы ережені есімізде сақтап алайық. Егер де C әріпінен кейін осы 3 әріп келетін болса, C әріпі С болып оқылады. Ол қандай әріптер? Егер де I әріпі келетін болса, I әріпі келетін болса, және де Y әріптері келетін болса, C әріпінен кейін ол бізде C әріпі С оқылады. Ал қалған жағдайда К оқылады. Мысалға, city, center, cycle деген сөздерде бізде көріп тұрғандарыңыздай С оқылып тұр C әріпі. Ал қалған кезде мысалы cat, cow, cucumber тағы басқа сөздерде C әріпінен кейін басқа әріптер келетін болса, осы 3 әріптен басқа К болып оқылады. Келесі бізде D әріпі, Д дыбысын береді, Д, dog. Келесі E, elephant,
деген дыбысты көріп тұрғанда мысай elephant деп оқылып тұр. И емес, мысалы әріптің айтылуы и болса, беретін дыбысы екен. Келесі бізде F әріпі F дыбысын береді, яғни fan. Келесі gorilla, яғни G әріпі G дыбысын береді, gorilla. Келесі H әріптің атауы H береді дыбысы H, hat, яғни шляпа. Келесі I әріпі, ол бізде I дыбысын береді, яғни igloo. Келесі J әріпі J дыбысын береді, jump, секіру. Келесі K әріпі K дыбысын береді, қазақ тіліндегі K әріпі сияқты, kite, батпырауық. Келесі бізде L әріпі L дыбысын береді, lollipop. Келесі M, muffin. Келесі nose, nose. O, octopus. Келесі popcorn, P әріпі P, popcorn. Келесі Q әріпі queen, яғни бұл жерде queen деп оқылады. Келесі R бұл бізде, яғни әріптің айтылуы жіңішке айтылады. Кейбір кезде, кейбір сөздерде бұл әріп тіпті оқылмай кетеді сөздің соңында, және немесе жіңішке оқылады. Robot, бұл жерде R. Келесі бізде S әріпі, яғни жыланның ыс дейтін сияқты, с деген дауыс береді. Snake. Келесі T, toothbrush. Келесі U әріпі бізде umbrella. Бұл жерде umbrella деп тұр, ал кейбір сөздерде U оқылады. Мысалға useless, useful, use деген сияқты U деген дыбысты береді. Яғни ол сөзге байланысты. Келесі бізде V әріпі V қазақ тіліндегі, яғни вагон дегенде мысалға V дыбысын береді. Vacuum cleaner. Келесі W water. Келесі X әріпі X деген дыбысты береді, мысалға fox деген сияқты. Келесі Y әріпі yo, бұл жерде yo деген дыбысты береді, мысалға yogurt. Yummy, бұл жерде я деп оқылады, мысалға yummy деген сөзде я болып тұрса, бұл жерде yo ойыншық, яғни және де йогурт дегенде yo болып оқылады. Келесі соңғы бізде Z, қазақ тілінде Z деген әріп бар, ол сол сияқты zebra. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Бірінші 26 әріптің аталуын және де дыбысталуын жаттап алыңыздар. Және де қай сөзде қалай оқылатынын да үйреніп жаттап алыңыздар. Бүгін сіздерге мысал ретінде осы қасына сөздерді көрсеттім. Сол сөздерді бірге жаттап алуларыңызды ұсынамын. Және де бізде платформада түрлі тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды да орындаңыздар.